Сәлем, сүйікті қымбатты су құйғыштарым. Бұл 26 жылғы наурыз айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Сонымен наурыз бізде ақпан сияқты маңызды ай, өте маңызды. Өйткені 3 наурызда ай тұтылуы болады. Ақпанда 17 ақпанда күн тұтылуы болған. Ал 3 наурызда ай тұтылуы болады, және ол сіздердің қаржыға қатысты 8-ші үйлеріңізге өтеді. Жалпы қаржы тақырыбы және қаржыңыздағы өзгерістер, сондай-ақ оған деген көзқарасыңыз 3 наурыздан басталып бүкіл ай бойы жалғасады. Өйткені көптеген планеталар жорамалдағы 8-ші және 2-ші үйлер осіне жиналады. 2-ші үй табыс, жалақы және ақша. Ал 8-ші үй несие, сақтандыру, салық, басқа адамдардың ақшасына қатысты қаржы. Сондықтан наурыз айында қымбатты су құйғыштар басты назар қаржы мәселесінде болады. 3 наурыздағы ай тұтылуы әсіресе 1 мен 7 наурызға дейінгі бірінші аптада қатты сезіледі. Бірақ ол бір айдан кейін де әсер етуі мүмкін. Өйткені ай тұтылуы толған ай сияқты бірақ әлде қайда күштірек. Сондықтан қаржы тақырыбы бүкіл ай бойы маңызды болады. 8-ші үйдегі ай тұтылуы қаржылық жоспарлар, ресурстар, басқа адамдардың ақшасы, бұл ата-ананың көмегі болуы мүмкін. Жұбайыңыздың табысы болуы мүмкін. Олардың қаржысы өзгеруі де ықтимал. Тұтылу әдетте өзгерістерді білдіреді. Жағдайды ашып көрсетеді, немесе жаңа ақпарат әкеледі. Соның нәтижесінде қаржыға деген көзқарасыңызды өзгеруге тура әкеледі. Мысалы, несиені қайта қаржыландыру, инвестицияларды өзгерту, активтерді сату немесе жаңа жерге салу. Салыққа байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Басқа елге немесе қалаға көшуіңізде жаңа салықтар болуы мүмкін. Қаржылық міндеттемелер, алимент, мұра туралы жаңалық, мүлікті бөлуге байланысты сот істерінің аяқталуы да мүмкін. Сондай-ақ ортақ ақша, мысалы бизнес серіктестік тұтылу бұл жағдайды өзгертуі мүмкін. Серіктестіктен шығу, бірлескен жобаның аяқталуы, жұмыс келісім шарттардың бітуі. 8-ші үй дағдарыс пен күтпеген жағдайлар үйі, сондықтан шұғыл ақша қажеттілікті туындауы да мүмкін. Мысалы, операцияға немесе туыстарға көмек. Сол күні 3 наурызда Марс сіздің 2-ші ақша үйіңізге кіреді. Марс әрекет, белсенділік планетасы. Ол қазір әрекет ету керек дейді. Ай бойы осы үйде болады. Бұл күтпеген шығындардың да білдіруі мүмкін. Марс өртті планета, сондай өте күшті планета. Ақша тез жұмсалып кетуі де мүмкін, немесе керісінше жұмыс көбейеді. Табыстың арттыруы үшін көп күш жұмсайсыз. Жұмыста жанжал болуы да мүмкін, тіпті жұмыстан кетуі де ықтимал. Жалпы табыс көзіне қатысты өзгерістер болуы мүмкін. 2-ші үй тек қана ақша емес, ресурстар, денсаулық, күш, қуат, өзін-өзі бағалау, мүмкін спортпен айналыса бастайсыз, немесе өз құндылығыңызды дәлелдеуге тырысасыз. Бәсекелестік, конкурс, жарыс болуы да мүмкін. 7-ші наурызда шолпан сіздің 3-ші үйіңізге кіреді. Бұл махаббат, үйлесім планетасы. Сондықтан айдың соңына дейін сонда болады. 3-ші үй сапарлар, байланыс, оқу, таныстықтар. Жағымды сапар, жаңа таныстар, жаңа көршілер немесе оқу орнындағы жақсы орта болуы мүмкін. Көлікке қатысты тақырыпта бар. Машина қарастыруға да болады, бірақ сатып алуды 20 наурыздан кейін жасаған дұрыс. Туыстар, бауырлар, әпке, ағалар туралы жақсы жаңалық болуы мүмкін. Немесе олар қонаққа келеді, бірге демаласыздар. 11 наурызда Юпитер тура қозғалысқа өтеді. Бұл сыйлықтар, мүмкіндіктер, молшылық планетасы. Ол 13 қарашадан бері сіздің 6-ші үйіңізге ретроградты болады. Жұмыс пен денсаулық үйінде, сондықтан жұмыс немесе денсаулыққа қатысты істер тоқтап тұрған болуы мүмкін. Енді жеңілдейді, дұрыс дәрігер табасыз, денсаулық жақсарады, немесе жұмыста сәттілік келеді. Жақсы клиенттер, көмекші, күтуші немесе үй шаруасына көмекші табуыңыз мүмкін. Егер бизнесіңіз болса,
командаңызды көбейтесіз, кеңейтесіз. 18-нен 25 наурыз аралығында Меркурий солтүстік кармалық түйін Рахумен қосылады. Ол сіздің екінші ақша үйіңізде. Бұл ақшаға байланысты маңызды ақпарат, жаңалықтар әкеледі. Мансапта өсу, бизнестің кеңеюі, жаңа мамандық, жаңа табыс тәсілі болуы мүмкін. 20 наурызда Меркурий тура қозғалысқа өтеді, ретроград аяқталады. Осы күннен кейін пәтер, көлік сатып алуға жоспарлы операция жасауға болады. 19 наурызда жаңа ай болады, тағы да ақша үйінде. Бұл жаңа табыс көзі, жаңа жұмыс, қосымша табыс немесе қаржыға қатысты сондай жаңа мүмкіндіктер әкелуі мүмкін. Сол күні екінші үйде Марс, Меркурий, кармалық түйін, күн мен ай 5 аспан денесі бір орынға жиналады. Бұл табыс пен ресурстар тақырыбында маңызды бастама болатынын көрсетеді. Бірақ бастаманы 20 наурыздан кейін бастаған дұрыс. 31 наурызда шолпан дегеніміз Венера сіздің 4-ші үйіңізге кіреді. Бұл отбасы, ата-ана, тұрғын үй, жылжымайтын мүлікке қатысты, тұрғын үйге қатысты жақсы жаңалық, көшу, тіркеу алу, үй сатып алу мүмкін, үйді безендіру, гүлдер, интерьер заттарын сатып алу, қонақтардың келуі де ықтимал, махаббат та болуы мүмкін, сүйікті адаммен кездесу, бірге тұру, оның сізге көшуі немесе сіздің көшуіңіз мүмкін. Отбасында қуанышты жаңалықтар, туған күн, үйлену тойы, анаңызға қатысты жақсы жаңалық немесе тіпті нәрестенің дүниеге келуі мүмкін. Сонымен қатар Сатурн мен Нептун сіздің 3-ші үйіңізге қосылып тұр. Олар дәл 20 ақпанда 0 градуста қосылады және наурыз бойы әсер етеді. 3-ші үй байланыс, қарым-қатынас, орта жаңалықтар, жаңа таныстықтар. Бұл салада үлкен өзгеріс болуы мүмкін. Жаңа достар, жаңа орта, жаңа компания, ұзақ уақытқа. Міне қымбатты суқойғыштар, наурызға арналған жұлдыз жорамалдарыңыз осындай. Керемет ай тілеймін, сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.